Так, жігіттер, мынандай қызық болып жатыр. Opel Amigaның головкасы, экотек мотор. Мына жерде жігіттер 3-4 рет ашқан головканы. Бұл головкаде клапан ауысқан. Клапан ауысқаннан кейін май жеп кеткен. Клапан сальник ауыстырған 2-3 рет. Сонымен общем ауруын таппаған. Кольцасы бәрі нормально, жақсы. Біз енді мынандай жағдай болып тұр. Направляющийін ауыстырып жатырмыз. Мынау новый клапан алған. Новый клапанында не көрдіңіздер ме, несін? Ал мынау ескі клапан. Ескі клапан ондай ойнамайды қатты. Енді направляющийді көрсетіп жіберейін. Направляющий ескі клапанға айнан кіреді. Көрдіңіздер ме? Кіріп ойнап тұр. Ал мынау новый клапанға, ескі клапанға бұл кірмейді. Көрдіңіздер ме? Кірмейді ескі клапанға. Мына жерде клапанның қалыңдығында не болып тұр? Разница болып тұр. Где-то 4 сотен, микрометрмен өлшегенде 4 сотен разница болып тұр мынада. Осындай да жағдай болуы мүмкін.